Сәлеметсіздер ме ұстаздар? Бұл видеода Google Meet сервисімен қалай жұмыс жасауға болатыны туралы айтатын боламын. Бұл сервисте Google өнімі өткен жолы Google Jamboard онлайн тақтасын қолдануды қарастырған болатынбыз. Jamboard тақтасын осы сервисте демонстрациялауымызға болады. Тек қана Jamboard тақтасын емес, сонымен қатар өзіңіздің экраныңызды демонстрациялауыңызға немесе презентацияңызды демонстрациялауыңызға, бөлек вкладканы демонстрациялауыңызға да болады. Zoom платформасы шықпай тұрып, бұл Google сервисі ақылы болатын, ал Zoom платформасы пайда болғалы, бұл өнімді Google тегін түрде ұсынатын болды. Бұл сервисте жүздеген адамға видеоконференция өткізуге болады. Сервис өте қарапайым, сіздерге қосымша функцияларды, приложениелерді жүктеуді қажет етпейді. Бұл видеода бұл сервисті қалай пайдалануға болатынын, қандай мүмкіндіктері бар екендігін айтатын боламын. Мұнда мастер-класстар өткізуге, презентация жасауға, вебинарлар, сабақтар, тағы басқа сол секілді жиналыстарды да өткізуге болады. Егер де сізге қызық болса, каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне пікір білдіре өтіңіздер. Бұл сервисті пайдалануды бастау үшін алдымен Google браузерді ашамыз. Браузерді ашқаннан кейін Google аккаунтымыздың жанындағы 9 нүктені басамыз. Осы 9 нүктенің ішіндегі Meet дегенді басамыз. Яғни Meet деп отырғанымыз жаңағы Google Meet. Meet деген аударғанда кездесу деген мағынаны білдіреді, яғни Google-да кездесулер ұйымдастыру үшін арналған сервис болып табылады. Кездесуді бастау үшін Новая встреча дегенді басамыз. Новая встречаны басқан кезде бізге создать встречу, начать встречу с мгновенным запуском, запланировать в Google календаре дегендер шығады. Яғни бұл жерде 3 белгінің бірін таңдайсыз, соның ішінде плюсикті таңдайсыз. Жаңадан осы дәл қазір бастайтын болсаңыз кездесуді. Ал егер өзге біреулерді осы кездесуге шақырып барып бастаймын десеңіз, осы бірінші тұрған создать встречу дегенді басасыз және осы жерде сілтемені көшіріп алып, мессенджерлерге жіберу арқылы өзге қатысушыларды шақыра аласыз. Ал запланировать Google календаре дегенді бассаңыз, бұл жерде календарда, Google календарда сіз өзіңіз уақытын, күнін қою арқылы алдағы уақытта болатын осындай кездесу конференциясын немесе вебинарыңызды белгілейсіз. Және сол күні сізге дәл көрсеткен уақытыңызда сіздің Google аккаунтыңызға уведомление келіп түсіп хабарлама етіп отырады. Яғни осы кездесу туралы хабарлама келіп түседі. Ал қазір мен начать встречу с мгновенным запуском дегенді бастаймын. Дәл қазір бастайтын болсаңыз, осылай бастайсыз. Сіздің Windows-ыңыздың версиясына байланысты бөлек терезе ашылуы мүмкін, немесе менікі секілді Windows болса, ендеше дәл осы вкладкада ашыла береді. Ашылған кезде міне осындай құралдары пайда болады. Добавить участника, яғни бұл жерде қатысушыларды қосуыңызға болады. Сіз екі жолмен қатысушы қосуыңызға болады. Бірінші жол мына жерде тұрған осы кездесудің сілтемесін көшіріп алып, кейіннен сол мессенджерге тарату арқылы немесе добавить участников деп алдын алға сіздің қатысушыларыңыздың Google аккаунттарын тізу арқылы мына жерге, яғни сіз алдын ала Google аккаунттардың тізімін жасап алуыңыз қоса аласыз. Және мына жерде төменгі жағында құралдар бар. Бұлар микрофон, добавить деп жаңағыдай пригласить дегенді басу арқылы, мына жерде укажите имя и адрес электронной почты арқылы пригласить дегенді басасыз. Сол уақытта сізге қатысушылар қосылады. Ары қарай
мына жерде микрофон, видео, яғни менде өшіп тұр, сондықтан қызыл болып тұр. Егер микрофонды өшіретін болсаңыз, дәл солай қызыл етіп мінекей өшіріп қоюыңызға болады. Мынау субтитр, бұны қозғамай қойсаңыз да болады. Поднять руку, яғни сәлемдесу керек болса, поднять руку дегенді басып қоясыз. Мына жерде начать показ, яғни бұл жерде демонстрациялауыңызға болады. Барлық экранды демонстрацияласаңыз, весь ваш экран дегенді басасыз. Окно, тек қана бөлек терезені демонстрациялайтын болсаңыз, окно дегенді басасыз. Ал тек қана вкладкасын бөлек жерге демонстрацияласын болсаңыз, осы вкладка дегенді таңдау арқылы демонстрация жасауыңызға болады. Тағы да мына жерде 3 нүкте бар. Бұл нүкте доска, яғни бұл жерде кешегі айтып өткен jam файлды, Jamboard тақтасындағы файлды ашу арқылы дәл осы жерде осы Jamboard тақтасымен жұмыс жасауыңызға болады. Интерактивная доска дегенде басқан кезде сізге жаңадан jam файл ашылады. Начать работу с доской дегенді басасыз. Сол уақытта мінекей Jamboard тақтасымен жұмыс жасауға мүмкіндік бар. Мінекей осылай ашылады. Сіз осылай интерактивті онлайн тақтаны ашып қойып, жаңағыдай демонстрациялауыңызға вкладка болып шығып тұр, осы вкладканы демонстрациялауыңызға болады. Бұл жерде начать с вкладки дегенді, вкладка дегенді басу арқылы жаңағы тақтаңызды демонстрациялауыңыз. Мінекей менің жасаған jam файлдарым мына жерге шығып тұр. Немесе дайын осындай jam файлыңызды әкеп демонстрация жасауыңыз болады, немесе дәл осы қазір моменттегі демонстрацияңызды көрсетуге болады. Немесе дискідегі өзіңіздің слайдыңызды, басқа да заттарыңызды осы жерден демонстрация жасауыңызға да болады. Ары қарай изменить режим отображения. Бұл жерде бізде мінекей авто дегенді қойсаңыз, онда қатысушылар мен өзіңіз кезекпе-кезек көрсетуіңізге болады. Мына экраннан немесе қатысушыларды, немесе өзіңізді кезекпе-кезек көрсетіп қоюыңызға болады. Немесе мозаика, барлығыңызды осы экраннан осылай тор түрінде көрсетуіңізге болады. В центре внимания, яғни жалғыз өзіңіз болатын болсаңыз, экранда онда осы в центре внимания дегенді басуыңызға болады. Боковая панель, яғни мына жерде өзіңіз үлкен етіп көрсетіліп тұрасыз, және жаныңызда сіздің қатысушылар өте кішкентай терезелерде көрсетіліп тұрады. Ары қарай келесі субтитрдан қажеті жоқ, картинаны жаңағыдай демонстрациялауыңызға болады. Ары қарай настройкалары, егер де сізде қандай да бір ақаулықтар болып жатса, осы устранение повадок и справка деген жерден шығып тұрады. Настройка деген жерде қосымша настройкаларды жасайсыз. Яғни бұл жерде микрофоныңыз, динамигіңіз жөнінде настройкалар, видео, общий, субтитр жөнінде настройкаларды орнатуыңызға ыңғайлап алуыңызға болады. Ал мына қызыл белгіше, трубканың белгішесі, бұл яғни жаңағы кездесуді аяқтаған кезде покинуть встречу дегенді осыны басу арқылы аяқтайсыз. Мына жерде қосымша информация беріледі, яғни бұл жерде жаңағы өтіп жатқан осы кездесудің сілтемесін копировать етіп алып, ары қарай жаңағы қатысушыларға жіберуіңізге болады. Ары қарай отыр сол участниктерді сіз көріп отырасыз. Мінекей мен ғана болғандықтан, менде бір ғана өзім көрініп тұр. Добавить деп тағы да қосымша шақыру керек болса, сізге қатысушыларды, сол кісілерді добавить ету арқылы манағыдай сілтемені жіберу арқылы қосуыңызға болады.
сізге қатысушылар хабарлама жіберетін болса, осы жерге түсіп тұрады, және сіз ол кісілерге сол бөлімде жауап қайтара аласыз, отправить. Ары қарай мына жерде қосымша тағы да настройкалар бар. Яғни сіз осы демонстрация жөнінде, хабарлама жөнінде настройкаларды осы жерден қоясыз. Демонстрация экраны кім жасай алады, осы қатысушылардың ішінде хабарламаны кім жібере алады. Егер барлығы болса, онда осы жерге галочка қойып шығасыз. Міне бүгін осы, біз бүгін Google Meet сервисімен жұмыс жасау, Google Meet кездесуін ұйымдастыру туралы айттық. Келесі жолы біз Google презентация жасауды, Google презентациямызды сақтауды қарастырамыз. Google презентацияның әдемі шаблондарымен таныстырамыз. Егер де менің видеом пайдалы болса, және келесі жолы шығатын видео қызықты болса, лайк басып, каналға тіркеліп, міндетті түрде қоңыраушаны басып, каналда жаңадан шыққан видео туралы хабарламаны жіберіп алмаңыз. Күніңізге сәттілік, сау болыңыз.